Саламатсыздар ма? Мен бүгін малина қиюды көрсетейін деп едім сіздерге, қалай қию керегін. Малинаны қиып тұру керек жылда. Егер де қимаса, ол жаман болып, орман болып кетеді. Мына былтыр қиғаным, мен күзде қимаймын. Себебі бізде қыс суық. Сосын қорқамын, не істеп кете ме деп, үсіп кете ме деп. Міне, осыдан бір апта бұрын қиюым керек еді. Менің қолым тимеді, клубникамен жұмыс істедім. Сіздерге оны түсіре алмадым. Енді мынаны түсіруге тырысам сіздерге. Менде қазір қолымда штатив жоқ. Мен өзім дачыдамын. Сондықтан көрсетуге тырысамын қалай. Негізі, міне көріп тұрсыздар, мына жер қандай болып тұрғанын. Басы мынандай, аралары міне. Көрініп тұрса, араларын қараңыздар мынандай. Осыдан кейін дәл осы жерді қазір көрсетем. Менің мынау қиған жерім кішкентай ғана міне. Қарасаңыздар, 1,5 метр жер. 1,5 метр жерден менде қаншама ағаштар шықты. Керегі бар, керек емесі бар. Бұны енді байлауымыз керек. Бүгін байламаймын. Себебі бүгін байламаймын. Себебі бүгін байлайтын біз проволока алмадық. Мынандай жіппен былтыр байлағанбыз. Бұл күнге болмайды екен. Мындай кеуіп, сосын сынып кетеді. Міне тазалаған жерлерім. Басын қарасаңыздар, міне басын қиып тастаймыз. Арасындағы нелерінің бәрін аламыз. Жол қалдырамыз. Осындай етіп. Бұның мен қазір сіздерге көрсетуге тырысамын. Байқап тұрсаңыздар, міне кажденің түбінде 2, мына жерде 3, міне түбінде сондай 3, 4-ден артық қалдырмау керек. Міне мен қазір арасында жүрмін, мына жақтың арасына мен әлі кіре алмаймын. Мен сіздерге көрсетейін дегенім қазір қандай заттарды алатынымды. Міне былтырға берген малина биыл бермейді. Көріп тұрсаңыздар, мынандай құрғап қалады. Соның бәрін алып тастау керек. Міне көрдіңіздер ме? Соның бәрін түбінен алып тастау керек. Мына жерде берілген шөбі бар, шөбі болса да оған қарамай алып тастау керек. Себебі биыл бұл малина бәрі дұрыс бермейді. Көрініп тұрма, көрінбей тұрма. Сіздерге біле алмай тұрмын, маған күн мешайт етіп тұр. Сосын саға айтайын дегенім, мынандай түбінде болады. Сонында негізінде біразын алып тастаған жақсы. Ол деген келесі жылға қайтадан шығар. Биылғыға ол мешайт етеді. Мынаның бәрін тазалаймыз. Естеріңде болсын, малинаның арасына кірген кезде ұзын жең не кию керек? Ұзын жең көйлек кию керек. Мынаның бәрін аламыз. Сосын мынандайдың бәрін тазалаймыз. Менің өзімнің инструментім бар, оны тазалайтын негізінде. Міне мынандай осындай етіп сразу тазалап өтеміз арасының бәрін. Осындай арасында жол қалу керек. Мынандай жерлердің бәрін алып тастаймыз. Міне байқап тұрсаңыздар, кажденің түбінде 2-3-ден. Мынандай біреу болса, біреуді қалдыруға тырысам, бірақ мынандай майысып жатқанды мен алып тастаймын. Оған бізде мынандай секатор болу керек. Осындай ғой енді, осындай секатор болу керек. Секатормен жұмыс істейміз. Негізінде малинаға керегі секатор. Мынандай түбінен аламыз. Ортасынан алмаймыз, түбінен аламыз. Қорықпаңыздар, келесі жылғыға ол бәрібір шығады қайтадан. Осылай етіп сіздерге көрсетуге тырысып жатырмын. Мына менің жолым болғаннан кейін еш нәрсе қалдырмаймын. Келесі жылғыға бұл бәрібір жаман болып кетеді. Мынанда міне көріп тұрсыздар. Мына жерде бәрі бар да. Бірақ мен бұны алып тастағым келіп тұр. Бұл ескі екені көрініп тұр. Міне қалың. Мынаны алып тастағым келіп тұр, себебі ескі екені көріп тұр. Қалың түбі. Ал мынау тіпті құрғақ, өз көрдіңіздер ме? Өзі-ақ кетіп жатыр. Сосын жаңағы бас жағы
бас жағының міне мынандай етіп осылай алып тастаймыз, бірақ ішіне қалдырмаймыз. Бәрін алып, жерде еш нәрсе қалмау керек, тазалаймыз. Міне мынау кесілмеген жерлер. Мына басы ұзын, менің бойымнан да үлкен. Аяқтарын қара, орталарын қараңдар, қалай болып тұр. Ал мынау кесілген, тазаланған жерлер, міне қараңыздар, қалай екенін. Және ортасына міне көңіл бөліңіздер. Ортасында адам жүрерліктей, бәрі нормально. Осылай аралап, ортасының бәрін, бас жақтарын где-то 15-20 сантиметр кесіп тастаймыз. Сосын мынандай етіп соңында көріп тұрсыңыздар, байлап және арасына жол саламыз. Міне көріп тұрсаңыздар, міне осылай етіп жол салынады арасына, суарғанда болатын. Сосын біріне бірі байлап қойылады. Міне мынандай етіп байлап, осылай жол салып, мына көргендеріңізде осылай жасап қою керек. Малинаның бәрін осылай тазалаймыз. Әрине жұмыс, оңай жұмыс емес, бірақ та жақсы малина алғымыз келсе, жақсы ягода жегіміз келсе, осындай жұмыс істеуіміз керек. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға, видеоны менімен бірге көргендеріңізге. Егер де маған жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Тағы да басқа осындай огород жайлы білгілеріңіз келсе, көргілеріңіз келсе, жіберіп алмасы үшін қасындағы колокольчикті басып қойсаңыздар, келген жаңа видеоларға сіздерге уведомление келіп тұрады. Сол үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет.